Қайырлы күн қыздар, өте жұмсақ, нәзік, дәмді мини кекстер жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен араластырсақ та болады. Бөлме температурасындағы маргаринді салып, жақсылап араластырып аламыз. Пайызы маңызды емес. Сүтті құйып, 1 шай қасық ванилин саламыз. Алдын ала електен өткен ұнды және 1 шай қасық разрехительді қосып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды формаларға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180-де 20 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пештеріңізге қарап пісіретін боласыздар. Кекстің ішіне немесе бетіне өзіңізге ұнаған дәнек, жемістер, мейіз қоссаңыздар болады. Мінекей қыздар, кексіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. YouTube-қа Аманжолова Салтанат деп терсеңіз, үй жағдайында жасалатын көптеген рецепттермен бөліскенмін. YouTube арнама да өтіп көрсеңіздер болады.